Сөздің басы біссіміллә, біссімілләсіз іс қылма дейді. Сәлем достар, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Біз сіздермен бүгін осындай керемет нан салман дайындаймыз. Ол үшін бізге осы қажетті заттар керек болады: ет, картоп, пияз, сәбіз деген сияқты. Осы асты біссіміллә деп не үшін айтамыз жеген кезде деген біз көкейімізде сұрақ тұрады ғой. Сол бойынша менің бір оқыған кітаптарымнан осы елмен бөліскім келеді. Былай қарап тұрсаңыздар, бұл тағамды негізі былай қарап жасай береді ғой. Қазір не көп ютубта ашсаңыздар, осындай тамақтарды жасап, түрлі-түрлісін, жаңағы торты болсын, пирог болсын жасап жатқан неше түрлі ханымдар бар. Алла разы болсын еңбектеріне. Солардың бірі менмін. Мен бір өзімнің видеоларыма бір ерекшелік, өзгешелік енгізейін деп тұрған сияқтымын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Астына комментарийға жазып кетіңіздер. Менің негізгі хоббиім өзі кітап оқығанды жақсы ұнатамын. Өзімнің бір оқып жүрген кітаптарым бар. Сол жерде мына рухани жаңғыру деп жатырмыз ғой. Осы рухани жағынан өте мен көп нәрсені білдім десем болады. Әлі де білетінім 9, білмейтінім 99 дегенде көп нәрсені білмейміз. Сол үшін өзімнің кішкене білгеніммен сіздермен бөлісейін деген ниетпен осы бір қиссалардан айтып отырсам деген ой туындады менде бүгіннен бастап. Олай болса, мына асты біссіміллә деп баста деп тақырыбымыз осындай. Не үшін біз біссіміллә деп бастауымыз керек? Соны тарқатып көрейік. Асты біссімілләсіз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда біссімілләсіз ас ібілістің қорегі делінеді. Бұл жайында мынадай аңыз бар. Ертеде Әбіл қой бағып, Қабыл егін егіп тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып тамақтанар кезде қастарына ібіліс келіп, маған да үлес тиіп қалар ма екен деп дәмеленеді екен. Әбіл асына біссіміллә деп қол созғанда шайтанның үміті кесіліп, қап, бүгін жолым болмады, тамағына ортақтасам деп күні бойы жанында жүріп едім. Біссіміллә деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ деп ызаланып кетіп қалады екен. Қабылдың жанына келгенде ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығын шайтан жақсы да көріпті. Біссімілләсіз асқа ібіліс те келіп ауыз салыпты. Қабылдың Әбілді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен екен. Біссімілләсіз жеген ас ібілістің тамағы деген сөз осыдан қалған деседі. Шиш пайғамбарға адам ата құттың басы біссіміллә, құт жоқсын десең Құдайға шүкіршілік етіп бетіңді сипа деп өсиет айтады. Содан бастап Шиш өсиетті қаза етпей дәстүрге айналдырыпты. Ібіліс қарғыс қамытын киген кезде Құдайдан дат сұрапты. Датыңды айт, дейді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық тәңірге құлдарыңның еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер, дейді. Не сұрайсың, дейді Құдай. Мені дәргейіңнен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады? Монша мен дәретхана сенің мекенің. Дәргейіңде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің? Сыпсың сөз, өсек аяң сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің. Менің тағамағым қайда? Біреу біссімілләсіз ас ішсе, дастарханда батақ қайырмаса, сол ас саған бұйырсын, депті Алла тағала. Ібіліс алған олжасына масайрап, Тәңірдің дәргейінен қуылып кете барады. Содан бері өзімнің қорегімді жеймін деп әр үйдің дастарханынан аңдиды екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жырлаған аңыз нұсқасында ібіліс жаралған әурелікке менің басым, не керек мұнша дәурен сүрген жасым. Ас қорек адамдарға тағам бердің, қанекей ішіп жейтін менің асым, деп сұрайды. Сонда Тәңірі: еңбегің еш пенденің жемейміз біз. Өз пиғылың болып тұрған өзіңе кез. Тамағың сенің малғұн осы болсын. Ас ішсе егер біреу біссімілләсіз деп жауап берген екен. Тағы бір аңыз бойынша ібіліс барлық шайтандарды жинап, бүгін тойға барамыз, тамаққа тоямыз, бала шағаны түгел жинаңдар. Бір пақыр той жасап жатыр. Өзі дінге әлсіз,
тыйым талапқа салақ, қарын бір тойса, соның дастарханынан тояды дейді. Барлық шайтандар қуанып тойға асығады. Тойда той басталып, әулеттің сөз ұстайтын беделді ақсақалы алға шығады да, «Бісмілдә» деп сөз бастапты. Бұл сөзді естігенде ібіліс, «Қап, бұл ас бізге бұйырмады» деп шарасыз халде отыра кетіпті. Бұл жайында жыр-дастандарда айтылған имамдардан кітаптар көп. Бәрінің басында бар бісмілдәсі. Дүниеде жүргенінде әрбір адам айтпастан бісмілдәні ішсе тағам. Қосылып шайтан лағин біргешеді, адағып болғанша бәрін тамам деп айтылады. Қиссасул әмбия аңызда Нұх пайғамбардың бісмілдә сөзімен құж деген дәудің қарын тойдырғаны баяндалады. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарын тойғызу. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, нәпақасын айырып жүреді. Бірде Нұх құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінеді. Сонда құж, «Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасиын. Осыған дейін майлы аш жеп, қарным жұбанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман» дейді. «Айтқаның болсын» дейді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қояды. «Өй, мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой» деп құж ашуланады. «Бісмілдә деп же, сонда тоясың» дейді пайғамбар. Құж «Бісмілдә» деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінеді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарны тойғанға мәз болып, жөніне кеткен екен деп аяқталады екен бұл қисса. Енді анығын Алла біледі. Алдыңғылардан жеткен сөз осындай. Кейінгі ұрпақ бізге дұрыс есті әңгіме айтпады демесін деп, осындай әңгіме, қисса, аңыз қисса дастандарды айтып отырмыз. Осытып айтып отқанда тамағымыз да біздің бісіп қалыпты деп, Сарыағаш тәттілері сіздерге осындай керемет, әдемі нан салма тамағын дайындайды. Ал қанекей, олай болса сіздер де менімен бірге осы әдемі, керемет, өте дәмді нан салманы дайындап, әрі қисса тыңдап, екі жақты, жан жақты білім алыңыздар. Өте сіздерге рахмет, көңіл қойып тыңдағандарыңызға, және менің каналыма тіркеліп, осылай менімен бірге осы тағамды бірге жасап, бірге көріп отқандарыңызға мыңда бір алғыс. Алланың нұры жаусын. Дастархандарыңыз дәмге, өмірлеріңіз мәнді де сәнге айналсын. Ал ас болсын. Олай болса, барлықтарыңызға зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Маған тілеулес болып, осылай менің каналымды үзбей қарап отырған жандарға үнемі тілекшімін. Алла разы болсын. Алла екі дүниенің сіздерге бақытын, байлығын нәсіп етсін.